Тоқалы 28-де, бір баласы бар. Тұрсынбектің екінші әйеліне қатысты тың дерек шықты. Әлеуметтік желіде Тұрсынбек Қабатовтың жеке өміріне қатысты тағы бір қауесет пайда болды. Бұл туралы Түркістан.kz сайты хабарлайды, деп жазады skifnews.kz ақпарат порталы. Айта кетейік, әлеуметтік желіде Тұрсынбек Қабатов пен Мөлдір Мұханованың арақатынасы туралы түрлі ақпарат тарап жатыр. Кезекті қауесет. Оның тоқалы 1997 жылы туған, Қызылорда қаласы Бесарық ауылының тумасы. Ол келіншек ұлын дүниеге әкелді. Қазір ол Астанада тұрады, оған пәтер, көлік сатып алып, ай сайын ақшасын беріп тұрады. Сосын тоқалдан кейін оның ресми әйелі де ұл туды. Әйелі білген соң, күйеуінің тоқалына көрсетпегенді көрсеткен. Қазір ол әйелінің қатаң бақылауында. Әйелі оны барлық жерде, тіпті күні бойы ертіп жүреді, делінген жазбада. Бұған қатысты өнерлі ерлі-зайыпты пікір білдірмеген. Алайда Мөлдір Мұханова Анна Данченкоға берген сұхбатында отбасында болып жатқан жағдай халық арасына шығып кеткенін айтқан болатын. Құрметті көрермендер, желіде тараған кезекті қауесеттерге қарап, бір отбасының тағдыры көпшілікке талқыға түскені әрине өкінішті. Әлі ресми мәлімдеме болмаған жағдайда, мұндай жеке әрі сезімтал мәселені қоғамдық ермекке айналдырмау әрбір саналы адамның жауапкершілігі болуы тиіс. Адамның жүрегінде не болып жатқанын сырт көз біле алмайды. Мөлдір Мұханованың сабырмен айтқан бұл өмір, қабылдадым деген сөзі, оның ішкі төзімі мен даналығын көрсетеді. Біреудің отбасындағы қиындыққа сырттан қарап, түрлі нұсқалар ойлап табу мәселені шешпейді. Керісінше жараны тереңдетуі мүмкін. Әр отбасының ішкі шындығы бар, оны шешу тек сол үйдің өз шаруасы. Қоғамға өсек емес, өзара құрмет пен мәдениет керек. Сондықтан сырттан тон пішпей, үнсіз тілекші бола білейік. Сабыр, сыйластық, түсіністік бізге ең жетпей тұрған құндылықтар.